Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді таңғы асқа арналған шакшука тағамының жасалу жолын ұсынамын. Тартылған ет қосылып жасалады. Жылдам дайындалады, ерекше тағамның бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: тартылған ет, жұмыртқа, пияз, қызанақ, сарымсақ, сұйық май, паприка, тұз және қара бұрыш. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен пияз бен қызанақты ұсақтап турап аламыз. Сарымсақты үкіштен өткізіп аламыз. Достар, менің каналымда жылдам дайын болатын пиццаның жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Мінекей барлығын дайындап алдым. Келесі кезекте табаны қыздырып, сұйық май құямыз. Сонан соң тартылған етті қосып, жақсылап қуырамыз. Ұсақтап туралған пияз бен үкіштен өткізілген сарымсақты қосамыз. Орташа отта 5 минуттай қуырамыз. Енді ұсақтап туралған қызанақты салып 8 минуттай қуырамыз. Осы кезде дәміне қарай қара бұрыш, тұз және паприка саламыз. Ащыны жақсы көрсеңіз, қызыл бұрыш қосыңыз. Барлығын жақсылап қуырамыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Келесі жасайтынымыз жұмыртқаны саламыз. Адамның санына қарай жұмыртқаны көбейтіп немесе азайтып саласыздар. Жұмыртқаны салғаннан кейін жай отта 8-10 минуттай пісіреміз. Қаласаңыз бетіне ас көк салсаңыздар болады. Мінекей достар, осымен шакшука тағамы дайын. Өте дәмді, ерекше таңғы астың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Жасалу жолы өте оңай, жылдам дайындалады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.